Адамдар, қалалар, заттар, байланыс, дизайн, iPhone, Android, сәттер. Бұл жаңадан шыққан iPhone. Саламатсыздар ма? Сіздермен Сіздің ақша, біздің ақша компаниясының директоры және де негізін қалаушы Бәке Джобс. Вау! Бүгін сіздерге мен жаңа продукты жөнінде айтқым келіп отыр. Ол iPhone 12. Болды. Таныс болыңыздар. Жап-жаңа iPhone 12. Тоқта. Мынау арғы жылғы видео ғой. Кешіңіздер. Мынау жап-жаңа. Мынау да арғы жылғы видео ғой. Міне, iPhone 12. Жап-жаңа iPhone. Менің ойымша. Мынау қандай iPhone деп ойлайсыздар? 11 ма, 12 ма? Өзім де білмеймін. Ал алдыңғы панельдің керамикалық қалқаны кез келген смартфон шынысынан 4 есе мықты. Мен бұны дәлелдей аламын. iPhone 12 камералары әлемде бірінші болып Dolby Vision HDR арқылы жазады. Ештеңе түсініксіз болса да, әдемі естіледі ғой. Ал енді камера жөнінде айтайық. Сіздер айтасыздар, бұл нәрсе Samsung'та бар, Oppo'да бар, Huawei'да бар дейсіздер. Бірақ біз бұл жолы ешкім қайталамаған нәрсе істедік. Яғни бір камера емес, 2 камера емес, 3 камера емес, 4 камера емес, 8 камерасы бар телефон шығардық. Қазақтарда мынандай сұрақ туындап жатады. iPhone алам ба, қатын алам ба деп. Қатын алсаң, балақан ішеді. iPhone алсаң, коллектор қаны ішеді. Разница жоқ. Егер iPhone 12 саған ұнамаса, саған арналған ерекше моделі бар. Ол iPhone 12 X, C, R, T, C, E, Max, Pro, 2, Lite. Сіздер айтып жатасыздар, алдыңғы жылғы телефон биылғы жылғы телефондарға қатты ұқсайды деп. Бірақ біз бұл жолы сіздер сатып алудан қарсы келе алмайтын телефондар шығардық. Ол әрине iPhone. Үлкен әріп iPhone. iPhone long, iPhone short, iPhone облязов. Яғни домой деген кнопкасы жоқ. iPhone phone және де ең соңғысы iPhone Plus. Бір сөзбен айтқанда iPhone болашақтың телефоны. Бұдан кредитный историяны құртпа. Я достым, осы видеоның соңына дейін көргенің, яғни бұл видео саған ұнады деген ойдамын. Ал енді уәде еткендегідей, алдыңғы видеоның жеңімпазы. Ал енді сендерге пасхалка бағанан бері ұстап отқан қандай iPhone? Комментарийға жазып кетіңдер. Сау!